Мешіттерде екі жастың некесін қиған молда, екі дүние саруары Мұхаммед пен Хадиша анамыздың, пайғамбарымыз бен Айша анамыздың, Әзірет Әлі мен Фәтима анамыздың жолын берсін деп дұға қылады. Бұл тұлғалардың тарихынан хабары бар адам санасы болса тіксініп қалатыны хақ. Өзінен 15 жас үлкен, екі рет тұрмыста болған әйелге үйленгенін қай жігіт, қай ата-ана қалайды. 54-тегі еркекке 9 жасынан тоқал болуды қай қыз, қай ата-ана армандайды. Бала тумаған әйелдің жолын берсін деген тілек қарғысқа тең емес пе? Атасымен бір туған адамнан ұлына, яғни ағасына әйел болуды қай қарындас, қай аға қолдайды. Қазақстан Республикасында неке қиып жатқасын қазақтың өскен-өнген тарихи тұлғаларының жолын берсін десе, бірдеме бүлініп қала ма?